Мен Сәрсен Нұрсұлу Жетекқызы, Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Қырық ауылының номері 9 бастауыш мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Мен осы курсқа алғаш рет келіп отырмын. Курс маған өте ұнады. Курстағы жалпы адамзат құндылықтары мен қасиеттерін оқып үйрендік. Оқу барысында сабақ жоспарларын құрып, тақырыптарға байланысты презентация жасап қорғадық. Мен өзімнің қиындық тудырған сұрақтарыма жауабымды алдым. Және де осы курсты жүргізген Рыскүл Жұмажанқызына алғысымды білдіремін. Мен Нұрмұханова Құндыз Жұмагелдиевна, Жаңаөзен қаласы номері 21 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Өзін-өзі тану курсына мен алғаш рет келіп отырмын. Бұл курс маған өте ұнады. Өзін-өзі тануда түрлі әдістемелік тәсілдерді оқып үйрендік. Және де мектептерде практикада болдық. Бұл практикада интеграцияланған сабақтарды көрдік. Және де сабақ жоспарын құрдық. Сабақ жоспарында мақсат міндеттерімізді қоя білдік. Және де жұптық, топтық жұмыстар жүргізілді. Үш тілділікке байланысты ағылшын тіліндегі ресурстармен жұмыстар жүргізілді. Бұл курсты ұйымдастырған Рыскүл Жұмажанқызына алғысым шексіз. Мен Бейнеу ауданы Бейнеу политехникалық колледжінен өзін-өзі тану пәніне курсына келдім. Осы курстың маған берері өте көп болды. Курс рухани жаңғыруға бастайды екен. Бұл курста біз өзіміздің мінезімізді жақсы жағына қарай өзгертуді үйрендік. Алғашында бізге мүмкін өте ұзағырақ көрінген еді, бірақ әр күні әртүрлі қызықты лекциялар, неше түрлі тренингтер, ашық сабақтар, біздер осындай әр күнімізді қызықты өткізгендіктен осы курсты қалай тез өтіп өткенін де байқамай қалдық. Осы курста біздер өзін-өзі тану пәнінің жоспарын жүйелі жасауды үйрендік. Сонымен бірге мен өзін-өзі тану пәнін басқа пәндермен байланыстырып өткізуді білмейтін едім. Енді мен осы курс арқылы өзін-өзі тану пәнінің басқа пәндермен қалай байланыстырып өткізуге болатынын үйрендім. Осы ретте мен осы өзін-өзі тану пәнін мектепке енгізген Сара Алпысқызына, сонымен бірге осы бізге өзін-өзі тану пәнін ұйымдастырып отырған өрлеу мұғалімдердің біліктілігін арттыру орталығына, Бөбекке, сонымен бірге бізге лекцияны қызықты өткізіп, әр күнді әртүрлі қызықты лекциялар мен тренингтермен өткізіп, біздің өзін-өзі тану пәнінің курсын қызықты өткізген апайымыз Рыскүл Нұроваға көп рахмет айтамыз. Рухы биік, жаны таза. Мен Қожықова Мөлдір Қатайқызы, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы номер 21 орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімімін. Мен бұрын-соңды өзін-өзі тану курсынан өткен жоқпын. Өзін-өзі тануды жаратылыстану пәндеріне интеграциялау әдістері өте қатты маған ұнады. Мен өзін-өзі тануды интеграцияланған дүниетану пәнінің жоспарын жасадым. Ішкі және сыртқы интеграция жасауда кейбір қиындықтар болды. Номері 12 орта мектебінде семинар сабағында өткен өз сұрақтарыма жауап таптым. Курс жетекшісі Нұрова Рыскүл Жұмажанқызына алғысымыз шексіз. Мен Сәрсенова Дина Әбілқайырқызы, Түпқараған ауданы Сайын Шапағаты елді мекеніндегі номер 1 Ғұбайдолла Айдаров атындағы мектеп-лицейінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Мен бұл өзін-өзі тану курсына алғаш рет келіп тұрмын. Бұл курстан мен көптеген дүниелерді алдым. Яғни өзін-өзі танудың педагогикалық үдеріске интеграциялау жолдарын ұқтым. Бұл тәсілдерді мұғалімдермен бірге, ата-аналармен, жаратылыстану пәндерінде, сондай-ақ сыныптан тыс шараларда жүргізуге болатынын ұқтым. Сондай-ақ осы курста мен сабақ жоспарымен дұрыс қоюды, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс қоюды үйрендім. Дұрыс тәсілдерін қолдануды үйрендім. Сондай-ақ осы семинарды жүргізген Нұрова Рыскүл Жұмажанқызына алғысым шексіз.